Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге балмұздақ туралы 30 қызықты факт айтатын боламыз. Балмұздақ әлемдегі ең танымал десерт түрі болып саналады. Ұнтақталған мұзға негізделген және оған сүт, анар дәндері мен апельсин тілімдерін қосқан алғашқы осындай нәзіктік шамамен 4000 жыл бұрын ойлап табылған. Балмұздақтың алғашқы рецепті және оны сақтау құпиялары 11 ғасырда Қытайдың Шекин кітабында сипатталған. Киев Русінде балмұздақ дайындаудың нақты нұсқасы да болған. Ежелгі славяндар мұзды ұсақтап турап, оған мейіз, мұздатылған сүзбе, қаймақ және қант қосқан. Англияда 17 ғасырдың ортасынан бастап балмұздақ тек монархтарға ғана қызмет етті. Мұндай деликатесті жасау құпияда сақталып, жаңа ғасырда ғана ашылды. Ванильді балмұздақ Людовик 13 үстеліне де ұсынылды. Мұндай нәзіктік оңтүстік Америкадан шығарылған қымбат ванильдің арқасында бағаланды. Еуропалықтарға келетін болсақ, олар 13 ғасырда шығыс сапарынан оралғаннан кейін попсикулаларға арналған рецепт алып келген балмұздақ рецептін енгізгені үшін ізарашар және ұлы саяхатшы Марко Полоға алғыс айтуы керек. Балмұздақтың рецепті алғаш рет 1718 жылы Лондонда шыққан Мэри Элис ханымның рецепттер жинағында жарияланды. Қуырылған балмұздақ деликатестің ерекше түрі. Оны жасау үшін балмұздақ шарын мұздатады, ұнға айналдырады, содан кейін үгінділерге және ұрылған жұмыртқада қатырады. Классикалық балмұздақ вафлі конусы 1904 жылы Сент-Луис жәрмеңкесінде пайда болды. Сол сәтте сатушының пластикалық табақшалары таусылып қалды. Сондықтан ол жағдайдан импровизацияланған құралдарды қолдану арқылы шығуға мәжбүр болды. Бұл құралдар жақын жерде сатылатын вафли болды. Әлемде балмұздақтың эксклюзивті түрін $1000 алуға болатын бір орын бар. Бұл элиталық деликатес Серендрити деп аталатын Нью-Йорктегі әйгілі мейрамхананың мәзірінде бар. Онда алтын деп аталатын балмұздақ сатылады. Ол жұқа алтын фольгамен жабылған және трюфельдермен, экзотикалық жемістермен және марципандармен бірге беріледі. Бұл десерттің бағасы жағымды. Ұсақ тек сыйлық ретінде алтын қасық кіреді. Егер біз балмұздақты тұтынуға тәуелділік туралы айтатын болсақ, дәл осы кезде ұлы Наполеон зардап шеккен. Әулие Еленада жер аударылған кезде де ол үстелге балмұздақсыз отырмады. Сірә бұл нәзіктік оны депрессиядан босатып, көңіл күйін жақсартты. Канадалықтар ең үлкен жексенбілік балмұздақ жасай алды. Оның салмағы 25 тонна болды. Әлемде жыл сайын 15 миллиард литрден астам балмұздақ тұтынылады. Бұл сан 5000 Олимпиада 100 бассейннің көлемімен салыстырылады. Барлық калориялардың ең азы құрамында попсикілдер мен балмұздақ жеміс сорпаты бар. Азиялық мейрамханалардың бірінде виагра қосылған балмұздақтар ұсынылған. Германияда лактоза мен сүтке төзімсіздікке ие адамдар үшін арнайы балмұздақ шығарылады. Бұл нәзіктік ақуыздардан және көк люпин тұқымынан жасалған. Ресейде балмұздақтан снеговик жасау мүмкін болды. Оның бойы 2 метр, ал салмағы 300 келіні құрады. Бұл қар адам Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. Америка құрама штаттары ұлттық балмұздақ күнін құра алды. Ол шілденің әр 3-ші жексенбісінде атап өтіледі. Балмұздақтың негізгі тұтынушылары американдықтар. Америка құрама штаттарында бір тұрғынға жылына орта есеппен 20 кг балмұздақ келеді. Балмұздақ жегенде бас ауруы, ауыздағы жүйке ұштары суықты қабылдауға дайын болмай, миға шұғыл хабарламалар жіберіп, дененің жылуды жоғалтып жатқандығына байланысты. Нәтижесінде мидың қан тамырлары тарыла бастайды. Олар қайтадан қалыпты параметрлерге оралғанда және қан тамырлар арқылы қалыпты жылдамдықпен ағып жатқанда бас ауруы пайда болды. Вермонтта нағыз балмұздақ зираты бар. Оны Бен энд Джерриттің өндірістік компаниясы салған. Қабір тастарына танымалдығын жоғалтқан немесе сәтсіз болған талғамдардың атаулары жазылған. Олардың арасында мысалы кофе ликер мен арақ аттас коктейльге ұқсайтын ақ орыс балмұздағы бар.
Чилиде есірткі сатушы балмұздаққа кокаин қосқан. Нәтижесінде бұл десерт эйфорикалық және тәуелді болды. Бұл тағам түрі жоғары бағамен сатылды. Үндістан заңдары бойынша балмұздақты ауызбен жеуге тыйым салынады. Мұны істеу үшін сізге қасықты немесе таяқшаны пайдалану керек. Кәсіби балмұздақ дәмін татушылар үлгі үшін арнайы алтын қасықты пайдаланады. Бұл оларға балмұздақтың иісін мен дәмін татуға көмектеседі. Бұған дейін қасықта болған өнімдердің хош иістері жоқ. Әлемде балмұздақтың 700-ден астам түрі бар. Балмұздақты үнемі жейтін әйелдер мүлдем жемейтіндерге қарағанда 25% жылдам жүкті бола алады. Биллді өлтір фильмінде түсіру үшін Ума Турманға 6 апта ішінде балмұздақ ішу арқылы 11 кг салмақ жоғалту керек болды. Актриса күніне 1 немесе 2 тамақты өзінің сүйікті десертінің шарларымен алмастырды. Португалияда олар иттер үшін балмұздақ жасап, оны мимопед деп атады. Ол 2 жылдың ішінде ойлап табылды. Мұндай балмұздақта қант жоқ, бірақ жануарлардың сырт киімін жылтырататын көптеген дәрумендер бар. Жаз мезгілінде әр 3 секунд сайын бүкіл әлемде балмұздақтың бір бөлігі сатылады. Мексикада жергілікті тұрғындар үнемі ыстық дәмдеуіштерді қолданады. Балмұздақты ащы бұрышпен себу әдеттегідей. Шоколадты сироп ең танымал тәтті балмұздақ соусына айналды. Ауа балмұздақтың маңызды құрамдас бөлігі болып саналады. Оның арқасында мұндай нәзіктік тас сияқты қатып қалмайды. Ваниль қазіргі кездегі ең танымал балмұздақ. Оны алғаш француз аспазы Тирсен жасаған. Бұл десерт алғаш рет 1649 жылы пайда болды. Венесуэланың Мериду қаласында 1980 жылы негізі қаланған Коромото балмұздақ салонында балмұздақ түрлі өнімдерден дайындалады. Пияз және сарымсақ, сәбіз және қызанақ, асжаян мен кальмар, шошқа қабығы мен чили бұрышы. Америка құрама штаттарында суық тиюді тек бал және таңқурамен ғана емес, сонымен қатар мұзды жылытуға арналған салқындатқыштармен, салқын душтармен және арнайы балмұздақпен де емдейді. Бұл десертте лимон шырыны, зімбір және бал бар. Бурбон және кайен бұрышы қосылған дәрілік балмұздақтың нұсқасы да шығарылды. Балмұздақты сақтаудың ең жақсы температурасы 25 градус Цельсий. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар арнасы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.